Жақсы құрметті оқушылар, бүгін 6-шы нұсқаның 14-ші сұрағының жауабын талдап көрейік. Тазалығы салыстырмалы жоғары металдарды алуға мүмкіндік беретін әдіс. Пирометаллургия, сосын алюминотермия, сосын гидрометаллургия және электрометаллургия деген варианттарды берді. Жалпы оқушылар, металдарды алудың, яғни тазартудың негізгі технологиялық процестер бойынша металлургия, пирометаллургия, гидрометаллургия және электрометаллургия деп үшке жіктеледі жалпы. Пирометаллургия деп отырғанымыз жоғары температурада металдардың кендерден көміртек, эквивалентті оксиді, сутек тағы басқа заттармен алюминий, магний сияқты металдармен тотықсыздандыру. Мысалы, біздер алюминотермия, тағандай карботермия деген сияқтылар бар. Ол бізде пирометаллургия кіріп кетеді барлығы. Одан кейін екіншісі гидрометаллургия деген бар. Ол мырыш шпатын, яғни мырыш шпаты деп жатқан зн карбонаты немесе мырыш алдамшысы, ол мырыштың сульфиді. Өртегенде алынған мырыш оксидін сұйытылған күкірт қышқылында ерітеді. Оны ары қарата тағы да бірінші сатыда өңдейді. Сөйтіп металдарды ол бізде гидрометаллургия деп аталады. Үшіншісі бізде электрометаллургия. Ол дегеніміз металдардың ерітінділері немесе олардың балқымаларын электролиздеу арқылы электрометаллургия тікелей металдарды тотықсыздандыру. Бұл әдіс арқылы алюминий, сілтілік металдар, сілтілік жер металдар алынады. Тағы бір сұрақ бар, білесіз, сілтілік немесе сілтілік жер металдарын алудың әдісі қандай деп? Ол электролиз әдісі. Жалпы осы әдісте, бұл әдісте мына жерде нақты сұрақтың жауабы, негізінен өте белсенді металдар, сілтілік жер металдар, алюминийді, сондай-ақ ликвидленген болатты өндіру үшін қолданылады. Енді қараңыздар, электрометаллургиялық әдіс тазалығы жоғары металдарды алуға болады. Себебі, яғни катодта таза металл, жаңағыдай қосып несізді ешқандай тазартудың қажет етпейтін таза металл бізде бөлініп шығады. Сондықтан мына сұрақтың дұрыс жауабы бізде электрометаллургия, яғни Т жауабы болады.